Айта беріңіз. Хайрын анау не деген бүйтіп осы жерге келгенде де жөтеліп бүйтіп бәрі шығып отыратын едім ғой. Бір күні осы жерден сіздер операция істеп дедіңіздер ғой. Үйге барып уже миым айналды, бардым. Операцияға дайындалып отқан едіңіз, е? Операция осы апта мен уже операция істетуім керек тұғын. Сонымен үйге барып ойланып не қылып жатқам, осы шай жаңағы дыхательный и антивирус үшеуін ішіп отырмын ғой мен негізі. Сонымды іштім барып. Қайтадан басымды ішіп алдым. Жатқанша іше беремін да. Оны енді бір 2 күннен кейін осы сізден кейін 2 күннен кейін бардым. 2 күннен кейін азанда. Осы шайдың арқасы деп ойлаймын енді, Құдайға шүкір болған. Азында ерте намазымды оқыдым да қайтып жаттым. Дыхательныйды қосып ішіп жатсыз, е? Дыхательныйды қосып ішіп жатырмын, антивирус үшеуін ішіп. Сонымен азында ерте жатсам, анау қатты жөтеліп тұрамдар. Ішімнен аяғымнан шықты да. Қатты жөтеліп бар, күшпен бір тұншығып келіп бүйтіп неғылым да атып тұрдым да анадай неге сол жауатын жерге. Сөйтіп едім, сол келіп қайтып жаттым. Бір кезден ішімнен жылы бір бәле мына жеріме бүйтіп келді да нервіме аузыма келіп тола бір бәле келді мына жерге. Атып тұрдым да қайтадан жүгіріп бардым неге унитазға. Сол жауатын жерге неғылым. Осындай 2 түйін, бұдан кішкентай бір түйін. Түсте? Сол түсті да. Сосын кейін ананы бүйтіп ойбай деп өзім таңғалдым, анау қақырып па или түйін ба недір шимен бүйтіп басып көрдім. Сөйтіп едім, анау без сияқты нәрсе болшын. Жұмсақ, бірақ жарылмады, бірақ несі. Бүйтіп бүйтсем, анау спичкамен бүйтіп не алсам, жұмсақ болып енді мына жерімде өкпемді, мына жерімде енді бүйтіп не қылмай күніге деп үшерім ауыр тартып осы аяғым неғылым шаршап, әлсіреп операция жасаймыз деген еді? Иә, мына ішім деген мына жерім рахаттанып, бір жеңіл, бір ішіме таза ауа кіргендей болды да. Сонымен жатырмын мен азанда үйдің бәрі ұйықтап жатыр, біреуге айтайын десем, 6:30-ға жиналдым. Жаттым, сөйтіп енді өзім тұрып анадай бір шай ішкімге, бір тамақ ішкімге, ондай не қылдым. Ата, өкпеңізде операция жасаймыз деді ме сізді? Менің өкпемде киста бар деді маған. Эхинокок бар деді. Эхинокок айналасында қара нелер тұр деді бүйтіп. Операция жасаймыз деді, е? Дайындалып отырсыз. Соған мен бар анализдерім бәрі туралап тұрған. Бәрі нелерім жақсы шықты да, тек осы өкпеде тұр. Басымды да түсірдім, мына жақты бәрін түсірген ғой. Бауыр, без анауын бәрі таза. Сонымен аузыңыздан өзі түсті, е? Өкпеде тұр деді, осы өкпеңде эхинокок айналасы қарайып тұр деді. Мені онкологияға жіберді ғой, онкологияға барып, мен сол жерден операция істететін болып, мен бірақ онкологияға сен бүйтіп жасатпаймын дедім. Мен бұл жерге жасатпаймын, мен өзім табамын ашқым деп дедім. Сол врачпен енді өзім областныйға барып, бір врачым бар тұғын, бұрын өзім бауырға істеткен тұғын. Соған барып едім, ол немді, снимкімді бүйтіп, дискіні көрді дағы, сәл 1-2 ай дәрішіп көресіз ба, асықпай қоя тұрмыз операцияға дейді ана врач. Енді ол шли, анау айтқан сізден андай не көрініп тұрған жоқ деді, эхинококындай не, бірақ бір түйіндер нелер тұр деді. Соның кешегіде жurnada түсті, е? Содан кейін мен соған барып келгеннен кейін 3 күннен кейін жаңағы менің ішімнен сол не отыр ғой, аузымнан шықты ғой сол. Мен өткенде ана өз сөйлеп жатқанда үшеде бір кісінің аузынан зоғы шығып кетті дегенде мен ішімнен енді ойпыр мен сонша не қылғанда зоғы шыға қоймайтын шығар еді осы шайқан деп күлгенмін. Апке, аппақ домалақ шарттер түсті ма? Иә. Өкпеден шықты ма? Үшеу шықты ғой. От сол эхинокок. Мен операцияға қатысам ғой, біз операция істейміз. Мынандай шариктер шығады, мынандай шарик. Үшеу шықты. Осындай екеуі құсып шығардыңыз ба? Жөтеліп шығарып тастадыңыз, е? Жөтелмен кәдімгі аузыма келіп кәдімгі мына еріме келді, жүгіріп бармын. Бауырда ма еді, өкпеде ме еді? Өкпеде.
мен өкпеден 5 ай бойы мен организмімізді өз отторжение жасап 5 айдан бері осы мына кім айнаш біледі осы жерге келіп бүйтіп жүрмін мына шайды ішкеніме 2,5 айдай болды. Не іштіңіз? Құр шай іштіңіз бе? Осы шай мына дыхательный сосын антивирус. Үшеуін іштіңіз, содан кейін барып өкпедегі киста түсті. 3 ай іштіңіз. 3 ай почти 3 ай болды. 3 айда эхинококтың 3 кистасы түсті. Енді мен кеше врачыма бардым, отказ жасаймын операциядан дедім. Мен кәдімгідей мен уже тамақта ештеңе не алмайтын. Ет асындаршы дедім, шынымды айтайын. Бір қамыр жегім бе, өзім бір не қылдым да. Даже мен анау қамыр ауқатты әкелгенде турап бергенде соның өзін тауыспай әшейін істеп отырып ішіп тұрмын. Тамақты да ана қайнатып не қылып. Етті жақтап жеп алдыңыз ба енді? Одан бері 2 рет ет астым ішіп. Аллаға шүкір. Жақсылап